Армысыздар, 50% жеңілдікті қалай тапсырып алуға болады? Ең алдымен отбасы банк сайтына кіресіз, кіру батырмасын басып, отбасы банктың клиенті болсаңыз, телефон мен пароліңізді енгізіп кіресіз, немесе ЭЦП-ның көмегімен кіре аласыз жеке кабинетіңізге. Ақпарат пайдалы болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Жалға алушы бастапқы беттегі көрсетілген субсидиялаумен жалға алу нұсқамасын басады. Сол жерде өтінім беру батырмасын қосып, содан кейін өтінім беру терезесі ашылады. Ең алдымен жалға алушы шарттар мен толық талаптарға қол қояды, демек келісім бересіз. Танысу нұсқасын басасыз. Танысу нұсқасын басып болғаннан кейін жалға алушы электрондық цифрлық қолтаңбаның көмегімен құжаттарға қол қоясыз, немесе мобильді ЕКОВ қосымшасын жүктеген болсаңыз, QR-код осы экранға қойып қол қоя аласыз. Демек, телефоныңызда ЕКОВтық мобильдік приложениесі болса, қосымшасы болса, сол бойынша QR-код арқылы қол қою мүмкіндігі бар. Жалға алушы жалпы табыс көзін көрсетеді. Егерде жеке кәсіпкер және мемлекеттік қызметкер болсаңыз, кіріс сумасын көрсетесіз. Егерде жұмыссыз болсаңыз, терезені бос қалдырасыз. Экранда әрі қарай жалғастыру үшін жіберу нұсқамасын басасыз. Сіздің деректеріңіз өңделуден өткеннен кейін ұялы телефонға 1414 нөмірі арқылы SMS келеді. Сол SMS арқылы келісім кодын жібересіз. Отбасы мүшесінде кәмелет жасқа толмаған балаларға талап етілмейді. 18-23 жастағы балалары бар отбасы сайты арқылы жеке кабинетіне баласын қонақ ретінде кіргізіп, субсидиялаумен жалға алу кабинеті арқылы ЭЦП-ның көмегімен қол қояды. Өтінім берушінің барлық отбасы мүшесі өтінімді растағаннан кейін жалға берушіде тексеру нәтижесі жүргізіледі. Жалға беруші барлық өтінімді өзінің жеке кабинетінде көре алады. Тексеру нәтижесі шықпаған жағдайда жаңарту нұсқамасын басасыз. Тексеру расталғаннан кейін, демек субсидия беру расталғаннан кейін сізге толық ақпарат сумасы көрсетілетін болады. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта басқа да пайдалы ақпараттармен жиі бөлісіп отыратын боламын.